Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз 3-2 тақырып параметрлер. Жалпы параметрлер дегеніміз ол арған функцияны немесе процедураны жазған кезде соның ішінде қолданылатын айнымалыларды біз параметр деп атаймыз. Енді былай айтайық. Жалпы параметрлер и аргумент біз осы жерде жергілікті мен жаһандыққа тағы тоқталатын боламыз. Аргумент пен параметр туралы 3 түрлі кітап 3 түрлі анықтама береді. Мысалға айтайық. Мынау ауқымды айнымалы мен жергілікті айнымалының ережесі тұғын. Ауқымды айнымалы негізгі программадағы процедураға меншіктелген мәнді айтады. Жергілікті айнымалы ішкі программадан және басқа процедурадан алу мүмкін емес, тек процедура деңгейінде пайдаланылады дейді. И процедураның параметрі жергілікті айнымалы деп осы жерде айтқан. Енді мына жерде айтатын болсақ, процедура, параметрлер дегенде қазір былай айтады. Түсіндіріп беремін. Мына жерде айтайық. Ішкі программада бірдей әрекеттанып, соңында да бір типті әрекеттерді дейді. Сөйтіп айнымалылар абстракты аргумент немесе параметр, яғни аргумент пен параметрді екеуін бір нәрсе ретінде қабылдаған. Осы жерде былай айтады. Аргумент дегеніміз бұл шақыру кезінде негізгі программадан ішкі программаға берілетін мәнді айтады. Оны немесе параметр деп айтып болғанда, ал бірақ негізі на самом деле арман баспасында бұны былай ара жігін ашады. Енді бұл тақырыпта емес, процедура емес, функцияда бұны ашып береді, екеуін бөлек нәрсе ретінде қарастырады. Міне. Параметр деп функцияның, яғни def-тің ішін жазылған кезде, ал функцияны біз шақырған кезде, оны уже қолданатын кезде аргумент болып саналады. Мына AB бізде параметр, мынау бізде аргумент. И параметр обычно не болады, жергілікті айнымалы болады екен. Енді осы жерде былай, программа барысында кез келген деректі шифрдан хабарланғанға дейін хабарланған деректердің типтері тұрақтайды. Бұл нысандар барлық программада сонымен қатар оның барлық ішкі программаларында көрініп тұрады. Ауқымды айнымалылар программаның барлық жұмысы кезінде бар болады. Осы жерде түсіну керек, программаның барлық жұмысы деген сөз, бұл негізгі программада және ішкі программада да бар деген сөз. Жергілікті айнымалылар белгілі бір ішкі программаның ішінде ғана хабарланады және тек сол ішкі программада ғана көрінеді. Олар ішкі программа шақырғанша даже орындалмайды да. Осылайынан айтқан. Енді былай түсіндіріп айтайын. Так, мына жерде мынау мысалда қарастырғанда былайынан түсіндіріп айтайын. Мысалға біз обычно осы уақытқа дейін негізгі программа жаздық та, и тек қана біз былай жатқан кезде жергілікті айнымалы емес, біз только жаһанды айнымалылармен жұмыс жасадық. Сол себептен онша локальды айнымалыларға деген қазір сәл түсінікті қалыптастыру үшін былай айтайын. X тең 5 мынау жаһандық айнымалы, дұрыс па? Сөйтті print жаһандық айнымалы, осы жерге экранға не шығады? 5 шығады. Сөйтті 12 шығады, 12-ден кейін бұл print жаһандық айнымалы Y тең 12 шығады. Мынау бізде ішкі программа жазылған proc дейді, print осы жерде X-ті шығарып береді и так далее. Бірақ экранға пока что шыққан жоқ ештеңе. Ол қашан шығады? Мынаны шақырған кезде шығады. Осы proc'ты шақырған кезде былайынан шығады. Экранға X, мына жерде X жоқ бізде, дұрыс па? Значит, X-ті біз қақтан аламыз, жаһандық айнымалыдан аламыз. Сонда print функция жаһандық айнымалы, ол бізде X шығады. X-тің мәні 5-ке тең. Сөйтті Y-тің мәні меншіктеледі 9-ға. Сөйтті экранға не шығады? Ол 9 шығады. Сөйтті соңында қайтадан Y-ті шығарады. Y-тің мәні ол кезде 9 болмайды, не болады? Ол кезде 12 болады. Себебі мынау Y только өзінің деңгейінде ғана жұмыс жасайды. Сол жергілікті, яғни шақырған кезде сол жерде ғана ол Y-тің мәні 9-ға ауысты да, ал мына кезде ол ауыспады. Ол чтобы ауысу үшін бізде экранға не істеу керек едік? Global сөзін жазу керек едік. Осы кезде ауысады. Мысалға айтайын. A тең 25, дұрыс па? A тең 25. Сөйтті экранға былайынан айтады. Сүйемізді мына шақырады екенбіз мынаны. Ол не істейді? A-ны жаһандық айнымалы қылды. Экранға A тең 25 деген шығады бірінші жерге. Сөйтті A тең 3 деген мәнге ауысады. Сөйтті экранға
а жаһандық мәнін келесі санға ауыстырамыз, ол аның мәні 3 деген шығады. Сөйтті аның мәнін қайтадан шығарған кезде уже 25-ке емес 3-ке тең болады. Себебі мына global сөзі арқылы оны локальды емес, оны глобальды айнымалы қылып жіберді. Енді былай айтайын. Осы кезде былай. Аргумент немесе параметр. Осы жерде мұқият тыңдаңыздар. Параметр ол функция процедураны жазған кезде оның ішіне қабылдайтын айнымалы. Мысалы, например, сәлемдесу name. Name бұл жерде параметр. И print сәлем name деген кезде сәлем какой-то жазылған мән, осы жерде мән шығады. Аргумент функцияны процедураны шақырған кезде берілетін нақты мән. Осы жерде def қосынды ab параметр и print қосынды a плюс b. Осы жерде қосынды 5 пен 3-ті берген кезде 5 пен 3 бұл жерде параметр емес, уже аргумент болып кетеді. Тура бағанағы мысал, осы мысалдың, яғни Pythonдағы түрі, яғни осы жерде оған түсініктеме беріп кеттім. Тағы да бұл мысалды, мысалы Pythonда тағы да пысықтап көрсек болады. Мысалға айтайын. Осы жерге былай айтайын. А тең 5 болсын, мысалға дұрыс па? Енді def process'инда process дей салайын. Енді пустой қыла салайын. Енді а тең мысалға 25 көбейту 2 дей салайыншы. Print а тең а. Неғап аны беріп кетсе. Print негізгі а тең. Осы жерде а болсын. Мына жерде локальды а тең болсын, аға болсын. Сөйтейікті. И соңында қайтадан, мысалға, бірінші process'ты шақырайын. Сөйтемді print қайтадан код аяқталғанда а тең болды аға. Енді экранға не шығады? Бірінші, негізгі аның мәні бізде 5 болды. Локальды аның мәні бізде 50 болды. Себебі аның мәні бізде 25 көбейтілген 2-ге тең болды. Ол бізде 50-ге тең. И код аяғын просто бітті, барлығы аяқталды. Бәрібір де аның мәні қаншаға тең болды? 5-ге тең болды. Ал енді осы жерде біз global a дейтін болсақ, ол кезде уже аның мәні уже өзгереді. Аның мәні уже 5 емес 50 күйінше қалып кетеді екен. Осы нәрсені жақсылап түсініп алғандарың дұрыс. Кейін тағы да бір мысал ретінде біз бүйтіп алсақ болады. Тағы да не алсақ болады. В принципе, осымен болады. Одан көп болып кетсе, артық болып кетеді. Лучше практикада көре саламыз, Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға келесі практикалық сабақта кездескенше.